Көптен күткен, көңілге қуаныш сыйлайтын жаңа жыл мерекесі де жақындап қалды. Көшеде, дүкенде көзге әдемі көрінетін осындай аяз атаны үй жағдайында қалай жасасам болады деп ойланып жүргем. Хабар телеарнасынан жаңа жылға қарсы бір ойыншық жасап көрсетуіме ұсыныс түскен соң, осы ойымды іске асырмақ болдым. Үйдегі бұдан бірнеше жыл қолдан жасап алған светильнигімнің трубасын алып, көршім Лейла апай бірдеңе жасасаң саған керек болар деп бос қораптар, губка, пластиктер берген еді. Енді сол кісінің берген губкасынан аяз атаның денесін жасамақшымын. Шет жақтарын кесіп, трубаға оңай бекітетіндей қылып орналастырдым. Губканың сыртынан қарамата қаптап, аяқ киіміне ұқсас бірдеңе жасап шығардым. Шалбары да болсын деп, қысқарған шалбардың балағын кесіп, кигізіп қойдым. Бас киімді кигізіп, белбеуін байлап, ерекше болсын деп кәдімгі қара тоқтың сымынан көзілдірік жасадым. Қысқарып қалған футболканы бірнеше бөліктерге бөліп, аяз атаның шапанының жиектерін тігіп алдым. Атамыздың шапанын жасауға осы көйлектің етегі жақсы келетін сияқты келесі видеода толық дайын болған көріністі көре алатын боласыздар.